жаңа білімді алмастырып, өткен біліммен бірінші танысып алу керек. Яғни өткен білімді білген жағдайда ғана жаңа біліммен ұштастырып, білімімізді одан әрі жоғарылата түсеміз. Жақсы оқушылар. Ендеше біздің өткен білімімізді қарау үшін мен сендерге квест ойынын дайындадым. Яғни біз квест ойынын білеміз бе? Кез келген бір кабинетке түсеміз. Сол кабинеттен біз тапсырмаларын орындап, олардың жасырынған жерлерін тауып білсек, жаңа бір білімге қарата, жаңа есік ашуымыз керек. Сөйтіп қоя ойынның шартын. Жақсы, ендеше бастаймыз. Ертеңгі күнің жарқын болу үшін өткен күніңді ұмытпай деп аталады екен. Жақсы, мына жерде бізге кабинет, компьютері бар, кітаптары бар, студия бар, иә? Жақсы. Орындық керек, иә, бұл жерде. Енді қараңдар, біз есікті ашуға тастайықшы. Есік жабық деп, кодтар тұр мұнда. Біз не істеуіміз керек? Тапсырмаларды қабылдауымыз керек, иә? Тапсырмаларды шетінен ашып көрейік. Мысалға, мына жерде бірнеше кітап бар екен, кітаптарды ашайық мүмкін, біреуінде бар шығар тапсырма. Міне мұнда бір не бұл тапсырма? Дискіні қайда саламыз? Компьютерге салайық. Компьютерде жаңа тапсырма келді. Металдар қандай оксид түзеді дейді. Кім айтады? Металдар. Қандай? Қышқыл. Металдар? Негіздік оксид. Негіздік оксид. Дұрыс, белгілеп көрейік. Металдар негіздік оксид түзеді. Жақсы. Келесі. Мына жерде суретті басамыз. Ауаның құрамы қандай газдардан тұрады? Кім жауап береді? Жауап бере қой. Басыл. Оттегі, көмірқышқыл газы, азот, инертті газ. Белгілейміз. Дұрыс. Келесі, тағы да қандай нәрсе бар? Кітап жатыр екен. Кітапты қарайық. Жанудың неше құраушысы бар дейді. Кім жауап береді? Саны неше бет жанудың құраушысына? Кім жауап береді? 3. Аяла. 3 түрлі құраушысы бар. Дұрыс айтасың. Келесі, тағы бір сұрақтар қайда? Мысалға шкафты жылдырып көрейікші. Шкафты жылдырсақ, артында электр тоғы бар екен. Ұялы телефон бар екен мұнда. Ұялы телефонымыз жоғалып кетті. Кілемді көрейік. Кілемде не ол? Зарядчик. Яғни зарядчикпен ұялы телефонымыз бір жерге кетті, ашып көрейік. Мына екеуін ұстап алып, неге апарыңдар депті? Электр тоғына жақсы. Ұялы телефоннан да бізге сұрақ келіпті. Жанудың 3 құраушысын ата дейді. Айта ғой. Жылу, оттек, сосын отын. Дұрыс, әділбек, дұрыс айтасың. Отын, жылу және оттегі. Дұрыс айтасың. Келесі ашуға тастайықшы есікті. Әлі де жабық. Тағы қандай нәрсе бар бізде артық? Тартпа. Қарайық тартпа. Тартпаларда көрейік. Бірінші тартпа жоқ, екі жоқ. Үшінші тартпа да бар екен. Периодтық кестедегі элементтер неше топқа бөлінеді дейді. Кім? Неше? Екі топқа. Мына жерге дұрыс айтасың. Екі топқа бөлінеді. Қандай топтар еді? Металл және бейметалл. Есікті ашып көреміз бе? Иә. Ашайық. Жарайсыңдар. Жаңа сабаққа сәттілік. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі. Бізде осы жаңа сабақты бастамас бұрын мен сендерге кішігірім бір жұмбақ жасағым келеді. Жұмбақ болғанда бұл сендердің дәмін көреді. Лимонның дәмі қандай? Қышқыл. Отырамыз. Бүгінгі біздің сабағымыз не туралы екен? Қышқылдар туралы екен. Табиғи қышқылдар, сілтілер және индикаторлар деп аталады. Жақсы оқушылар. Жаңа сабақты ашайық. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. Дәптерлеріңді ашыңдар. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бүгін 15-ші қаңтар 2025 жыл табиғи қышқылдар мен негіздер және индикаторлар деген тақырып. Дәптерімізді ашып, жаңа сабақты жазып аламыз. Жылдам өтеміз оқушылар. Тақырып жазу оңай. Табиғи қышқылдар мен негіздер. Тақтада да бір тақырып. Табиғи қышқылдар мен негіздер. Жазып алдық па? Жақсы. Келесі, біздің бүгінгі сабаққа берген оқудың мақсаттары. Осы екі мақсаттан шығатын сабақтың мақсаттары бар. Сабақтың мақсаттарына біз
қол жеткізуіміз қажет. Өйткені тапсырманы дұрыстап орындамайтын болсақ, біз мақсатқа қол жеткізе алмаймыз. Яғни тақтаға қарай қандай мақсатқа қол жеткізу керек? Химиялық индикатордың сілтілік ортада, қышқылдық ортада және бейтарап ортада өзгерісін сипаттайды. Яғни сипаттауға жеткіз, өзгерістер. Келесі, қышқылдар мен сілтілердің қасиеттерін түсіндіреді. Яғни қышқыл мен сілтінің несін білуіміз керек? Қасиеттерін білуіміз керек. Және де бар шкаласын қолданып, сілті мен қышқылды анықтаймыз. Осы тақырыптар бойынша сіздерге кішігірім бір видео көрсетем. Сол видео арқылы сабақты қарата жалғастырамыз. Сабақты ашатын боламыз. Барлығымыз тақтаға қараймыз. Жаңағы Нұрасыл сияқты мына жерде бір бала лимонның дәмін көріп жатыр. Лимон шырыны, сірке су және кейбір жемістер мен көкөністердің дәмі қышқыл, себебі құрамында қышқылдар бар. Күнделікті тұтынылатын сұйық тағамдардың көпшілігі қышқыл. Шайда, тері үйде қолданылатын қышқыл, ал газдалған сусында көмір қышқылы бар. Олардың зияны жоқ, себебі бұл қышқылдар әлсіз. Күшті қышқылдар зиянды немесе тітіргендіргіш болады, мысалы тұз қышқылы. Күшті қойылтылған қышқылдар күйдіргіш болады. Мұндай қышқылдар металл терге тисе оларды зақымдайды, сондықтан олармен абай болу қажет. Қышқылдық деңгей pH шкаласымен өлшенеді. Әдетте ол 1-ден 14-ке дейінгі аралықта болады. pH 7-ден төмен заттардың барлығы қышқылдар. Ең күшті қышқылдың pH 0-ге жуық. Қышқылдарды бейтараптандыра алатын заттар негіздері деп аталады. Негіздерге металл оксидтері, металл гидроксидтері не металл карбонаттары жатады. Көптеген негіздер суда адырамайды, яғни ерімейді. Мысалы, мыс оксиді. Суда еритін негіз сілті деп аталады. Натрий гидроксиді сияқты сілті. Қандай металл бізде? Қышқылдар мен сілтілер туралы. Яғни біздегі күнделікті өмірде жеп жүрген мынандай цитрусты жемістер бар, мысалға алма бар, сосын тағы қандай жеміс бар? Шабдалының құрамында, өріктер мысалға, кез келген жемістер қышқыл болады ғой, енді соның ішінде біздегі күнделікті таныс жемісіміз қандай? Алма деген жеміс. Яғни алманың құрамында қандай қышқыл болады? Алма қышқылы. Немесе лимонның құрамында қандай қышқыл болады? Лимонның қышқылы болады, дұрыс айтасыңдар. Яғни біздің күнделікті жеп жүрген қышқылдарымыз бұл адамның ағзасына зиянды ма? Көйлек жасаймасыңдар? Ол әлсіз. Сол үшін зиянсыз, жақсы. Ал енді зиянды қышқылдар бар екен. Олар қандай қышқылдар? Тұз қышқылы. Тағы қандай қышқыл айтса? Азот қышқылы. Тағы күкірт қышқылы, дұрыс айтасыңдар. Фосфор қышқылы, көмір қышқылы. Бұл қышқылдар адамның ағзасына күйіп кетсе не болады? Күйдіреді. Сол үшін біз жұмыс жасаған кезде не істеуіміз керек? Жарайсыңдар оқушылар. Енді қараңдар. Мен сіздерге осы бүгінгі тақырыпты ашу барысында мынандай бір тәжірибе көрсетейін. Сіздер қарап отырыңдар. Жаңа бейнеден көрдіңдер ғой, дәл соны мен сіздерге жасап көрсетемін. Мысалға, мына жерде H2O3 деген қышқыл. Ортасында N деген элемент қай элемент? Сутек. N. Азот. Қандай қышқыл сонда мынау? Азот қышқылы. Енді мынау бізде натрий гидроксиді сілтіге жатады. Натрий OH формуласы. Түсіндік қой, осы екеуінің әртүрлі ортадағы қасиеттерін анықтаймыз. Мысалға, мына кестеге қараңдар. Сіздердің кітаптарыңда да кесте бар, соны қарап отырамыз.
Біз мына жерде тәжірибе жасап көрейік. Бірінші, алғашқы азот қышқылмен жұмыс жасамас бұрын біз нені киіп аламыз қолымызға? Қолғапты киіп аламыз қолымызға. Қолғапты киіп алайық, өйткені қолымыз күйіп қалу қаупі бар, иә? Дұрыс айтасыздар. Жақсы. Ашынышты ашамыз. Бізде мынандай ішіндегі ашынышты алып, жайлап, мына қышқыл қолға тамып кетпеу керек, иә? Тамсаңыз ішіне. Бірінші сынауыққа, екінші сынауыққа, және үшінші сынауыққа тамыздық. Өйткені біз алардың түсін білуіміз керек. Енді қараңдар, мына қышқыл алынған біздің кішкене ғана ыдысымызды бөлек қоямыз. Өйткені оны келесі бір заттарға қосуға болмайды екен. Келесі, енді осы үшеуін көрейік зерттеп. Әрқайсысына біздер мына жерде міне қышқыл немесе сілт екенін білу үшін қандай затпен анықтайтын едік? Сендердің топтарыңыз қалай? Индикатормен. Индикатордың неше түрі бар? 3. Нафталин, сосын метилоранж және лактоз. Осы үшеуін анықтап көрейік. Бірінші мысалға метилоранж дейік. Метилоранжды алып тамыз көрейік. Бірінші ыдысымызды ұстаймыз. Мынаның ішіндегі қышқыл, иә? Осы қышқылға метилоранждан кішкене аламыз да бір тамшыдан жібереміз. Түсі өзгеру керек. Қандай түсіну? Қызыл түс, иә? Яғни сендер кестеде бар ма? Қараңдаршы? Метилоранжбен бірге. Қышқылдың түсі. Дұрыс айтасыңдар. Енді мынаның әрқайсысын өзінің қасына қояйық. Келесі лакмусты көрейік. Қараңдаршы? Біз жаңа қайсын тамыздық? Қызылдан ашық қой мұның түсі? Қандай түс? Қызыл түс. Дұрыс айтасыздар. Енді бізде қандай түс шығу керек? Мына жерде лакмусты қызыл түс шығу керек. Қызыл түс шығу керек. Қандай түс шықты? Қызыл. Жаңағыдан гөрі қою, иә? Қызыл түс шықты. Дұрыс. Яғни біздің кестеміз дұрыс па екен тақтада? Дұрыс екен. Келесі, үшіншіміз қандай еді? Фенофталин. Фенофталинде қандай түс шығу керек? Түс. Қарай. Қандай болды? Сөз көрді ма? Сөз көрді ма? Өзгерген жоқ. Яғни өзгеріске ұшыраған жоқ. Келесі, ауыстырамыз. Енді бізде қандай элементтер қалды? Қышқылды көрдік, сілті. Енді келесі сілтін алайық. Сілтіміз. Сілтіден де дәл жаңағыдай қылып құйып аламыз бірінші. Әр сынауыққа. Біреу, екеу, үшеу. Болды, иә? Сілтіде адамның қолын күйдіреді. Түсіндік қой? Енді нені тамсамыз? Метилоранж. Бір тамшы тамсамыз. Қандай болып түсі? Қызыл сары. Қандай түс? Сары. Кестедегі шықты ма түсі? Жаттап отырыңдар. Қазір дәл осыны сұраймын сендерден әрқайсыларын жеке-жеке. Енді лакмус деген. Лакмус тамыз көрейік. Қандай түс шықты? Қамқорлығы түсін көрсеттік. Түсіндік қой, жақсы. Енді біз жаңа тақырыпты бастау үшін әртүрлі тапсырмаларды орындаймыз. Яғни біздің бастапқы айтқан мақсаттарымызға жетуіміз қажет қой, ол үшін сендерге мынандай бағалау парақшасын таратамын. Бағалау парақшасы Құлаштың шкаласы бойынша. Құлаш неше шкаладан тұрады еді? Осы 14 шкалада сендер 10-ға жету керексіңдер. Яғни 10 ұпай алу керексіңдер. Түсіндік пе? Ат жөндерін жазасыңдар. Әр алған ұпайларыңызды белгілеп отырасыңдар. Суретіңізді алып. Жақсы ма? Таратпау. Әр оқушыға бір-бірден таратып. Келесі, енді сендер қалай аласыңдар ұпайды? Мысалға сендерге ауызша айтпайын ғой, сен 1 ұпай, сен 2 ұпай деп, мен сендерге не таратамын? Сынауы. Жаңа мына жерде мысалға қызыл деген сынауы жасадық қой, дәл сондай мынау сынауы. Осы сынауықтың біреуі 1 ұпаймен бағаланады. Яғни сендер нешеуін жинау керексіңдер сынауықтың? 10-ын жинау керексіңдер, дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Ендеше біз жаңа тақырыбымызға тапсырмасын орындаймыз. Мақсаттарымызға бірге жетеміз, иә? Бірінші мақсатқа жету үшін бізде жұптық жұмысымыз
мәтінді таратамыз. Екі адамға біреуден мәтін таратамыз. Осы мәтінді оқу арқылы мына жердегі сұрақтарға жауап береміз. Ол сұраққа жауап беру үшін маған бір жұп керек. Тәжірибе жасап көреді. Мен қауіпті қышқылдармен өзім тәжірибе жасадым. Енді сендер қауіпсіз қышқылдармен тәжірибе жасайтын боласыңдар. Кім шықпай екеуі келе ғой. Сәуле келсін сөзін. Ақылып. Әлі жасайсыңдар, бірнешеуіңіз жасайсың. Жарай ма? Келіңдер. Мынау біреуі, осы жүрген. Мына жақта тұрмайсыңдар, оқушыларға көрдік. Мынау оқушылар. Мынау қышқыл. Мынау лимонның қышқылы. Енді сендерге тапсырмада не туралы берген? Қышқыл туралы. Қайыры? Лакмус. Мынау не ол? Апельсин. Яғни апельсиннің шырынына біз индикаторды қойсақ қандай түс болу керек? Қызыл болу керек. Қараңдар, бізде мынандай амбивак индикатор бар. Индикатор қағазын аламыз да, осы қағаздың үстіне бізде мынаның шырынын тамызу қажет. Шырынын алынды, өздерің кішкене үстіне тамызыңдар бір жетіне. Қазіргі түсі қандай болып тұр? Түссіз. Күлгін түс. Күлгін түстеріміз қандай түске ауысты? Сары. Қызыл. Мынау қараңдар, лакмустың сендерге жаңа ерітіндісін көрсеттім ғой, мынау қағазы лакмустың. Яғни лакмус қышқылда қандай түске айналатын еді? Қызыл түске ауысты ма? Қараңдар. Қандай түске ауысты? Қызыл түске. Дұрыс айтасыңдар. Отырамыз. Келесі. Айболат. Жақсы. Сендер енді бізге жұмыс жасадық. Енді сілтімен жұмыс жасау қажет, е? Сілтімен жұмыс жасау үшін де бізде сабынның ерітіндісі керек. Сабын кәдімгі үйдегі кір жуған жүрген сабындар бар ғой. Соны ертіп қойдым мен. Енді осының ерітіндісін аламыз да не істеп көреміз? Тамызып көреміз. Жаңағы қағазымызды алайық. Бір-бірден қағазды аламыз. Күлгін лакмус қараутымыз ғой, енді сол қабылған салмай жатырдар. Қызарып кетеді ғой, оның ішінде бар ғой. Сендер не істейсіңдер? Мынаны аласыңдар да ішіне батырып көріңдер, бір шетін ұстаңдар. Шығарамыз. Күлгін түстен қандай түске ауысу керек? Сілтіде лакмус. Көк түске. Қараңдар, күлгін түстен бастапқы ауысып жатыр ма көкке? Түсі көкке қарата ауысып жатыр. Яғни сендердің үйдегі кір сабындардың ерітіндісі қандай орта екен? Көк. Сілтілі орта. Түсі көк болады дейміз. Түсіндік пе? Отырамыз орнымызға. Жарайсыңдар оқушылар. Енді осы бірінші тапсырманы дәптерлеріңе жазыңдар. Жұптық жұмысты дәптеріңізге жазамыз. Мына сұрақтарға жауап береміз. Лакмус апельсин шырынында қызыл түске боялу себебі. Не үшін боялды қызыл түске? Өйткені оның ортасы дұрыс, қышқыл. Ал келесі. Сілкілік ортада қандай түске боялды? Көк түске боялды. Жазыңдар. Дәптерлеріңізге осы бір-екі сұрақтың жауабын жазамыз. Бұл жерде әр сұраққа 2 балдан 4 ұпай беретін боламын. Бүгінгі 4 ұпай бізде кімдер жұмыс жасаған? Ақнұрға, тағы 4 ұпай, Айболатқа 4 ұпай. Көрді ма? Келесі Сәулеге 4 ұпай. Қалған оқушыларға 2 ұпайдан таратқан өткен, сендер орындарында отырып, үстемі қандай болатындығын ажыратып отырыңдар, е? Жазып жатырмыз ғой, е? Түсініп айтсыңдар ма тапсырмаға? Менің көмекшім 2 ұпайдан қалған оқушыларға қашып береді. Жақсы, оқушылар. Келесі бұл тапсырма
тапсырмаға өтеміз. Келесі тапсырмамыз жеке жұмыс. Бұл жеке жұмыс арқылы үшінші мақсатқа қол жеткізетін боламыз. Яғни арқан тартыс әдісі. Арқан тартыс әдісі білеміз бе? Арқан тарту дегеніміз не өзі? Екі топқа бөлініп, арқанды екі-үш қазақтың өзіміздің ұлттық ойынымыз арқан тартыс. Маған екі оқушы келіңіздерші өздеріңізге. Шықпаған оқушылар. Жеке-жеке бөлініп тұра қойыңдар. Жақсы. Қараңдар, мына жерде арқан тартыс болып жатыр, екі оқуға бөліне қойыңдар мына жаққа. Мен сұрақ қоямын, қай сұрақ команда жауап береді, сол жаққа жүріп тартылады. Түсіндік қой, иә? Бірінші, келесі бастаймыз, иә? Тез жауап береміз. Плашы 7-ден үлкен болатын болса қайсысы? Плаш 7-ден қайсы? Қарайық жауапты. Плаш 7-ден үлкен болса Сіртіге жататын заттар. қош. Бейтарап. Таза сұратыңдар. Плашы 7-ден үлкен болса қойымызге. Жауабы? Келесі. Сендер жауап бересіңдер. Плаштан кіші болатын болса қалай жауабы? Қол дұрыс айтасыңдар. Ал плашқа тең болса? Бейтарап. Сілтіге жататын заттар. Қандай заттар сілтіге жатады? Сілтіге. Қандай заттар сілтіге жатады? Сілтіге жататын. Натрий гидроксидін жатқызуға, гидроксидке жатады, яғни сілтіге. Келесі. Қандай қышқылды білесің? Қандай? Лимон қышқылы, дұрыс айтасың. Индикаторларды атаңдар. Қандай индикатор? Лакмус, Сосын? Қандай? Лакмус, метиларан және нафталин. Дұрыс. Қарайық жауабымыз дұрыс екен. Бізде арқан тартыс жеңіс достардікі екі жақта бірдей болдық, иә? Отыра қойды. Нелеріңді беріп білесіз, байларды. Ал кете қойды. Алып кетеміз. Келесі сабаққа қатысып отырамыз, басқа оқушылар, жақсы ма? Келесі жұмыс бізде топтық жұмыс болып табылады. Яғни екінші мақсатқа қол жеткізуіміз қажет екен. Екінші мақсатқа қол жеткізу үшін не істейміз? Айтылмаған ақпарат деп аталады. Яғни біз манадан бері бірнеше ақпарат беріп жатырмыз сендерге, иә? Соның ішіндегі мен айтпай кеткен, немесе өздеріңіз айтпай алған кітаптар, немесе сырттай білімдеріңізбен жасырынып тұрған ақпараттарды жеткізіңіздерші маған. Бұл арқылы сендер 3 балл алатын боласыңдар. Бұл топтық жұмыс. Индикаторлар туралы сендер қышқылдар туралы, сендер сілтілер туралы айтасыңдар. Бірінші жиналып алыңдар сендер. Топтасып жиналыңдар. Айтылмай қалған кітаптарыңызды қараймыз. Қандай айтылмай қалды? Тың ақпарат болу керек. Өздерің ақылдасыңдар. ішінде бірнеше ақпараттар айтылмаған. Адамның асқазаны туралы, мысалға сендерге кішкене болсын жол көрсетеді. Немесе плаштар туралы. Аққағаз
бетте тұр. Қай элемент қалай оқылатыны. Мен қазір сабақтың соңында сұраймын сендерден. Азот қалай оқылады, фосфор қалай оқылады. Бүгінгі өткен қышқылдарды оқитын боламыз. Бірінші ол сапай соғалай Бұл жерде маңызды мәлімет табу қажет. Мен натрий OH осы барыста қалмай оқитын болсақ, ертең 22 химик шығайын деп тұр, иә? Өте тың мәлімет табылды. Немесе өмірден қараңдар. Мысалға, қарапайым өмірде осы үлкен адамдар, қазір тіпті жастар да асқазанда ауырып, әртүрлі дәрілер ішіп жүреді ғой. Асқазан қышқылдап жатыр. Асқазанда қандай қышқыл болады, қандай қышқыл көбейіп кетеді, немесе азайып кетеді. Өмірмен байланысты жындар. Күнделікті көріп жүрсіңдер ғой, қышқылдар, үйде қышқыл көресіңдер. Сабынды қайда пайдаланасыңдар? Жоқ, өздерің тапқан мәліметтерін санап шексіз. Қайда қолданылады? Осы 300 болсанда жауап айта үш түрлі тапсырма. Әдемілеп қорғаймыз, иә? Қышқылдарға өте көп мағлұмат керек. Күнделікті үйден отырып жүрсіңдер. Ұпай сандарыңызды алып қойыңыздар, алгоритмді белгілеп отырыңыздар. Өйткені мен сендердің ұпайларыңызды сабақтың соңында жазып алуға жүрмін, неше ұпай алатындарыңызды. Алған ұпай сандарыңызды санын белгілеп отырыңыздар. Осы топтық жұмыс арқылы 3 ұпай аласыңдар. Жаңа 2 ұпайдан алдыңдар ғой жұптық жұмыста. Сонымен 5 ұпай алып кетесіңдер кемінде. Ал одан да жоғары сұраққа жауап бергендер 10 ұпай. 10 ұпай алған оқушыға сыйлық берем, білесіңдер ғой, иә? Қорқаймыз. Қай топ бірінші бастайды? Келе қойыңыздар. Келіңдер оқушылар. Келеміз. Сілтілер тобы. Келе қойыңыздар. Қышқылдарға ерекше бір менде айтатын адамның мүшесі, иә? Осыны қосып айтқандай болады. Ішін ашқанда не үшін бұл затты алып кетіп, соны білесіңдер. Қайта қой. Тыныш тыңдаймыз. натрий гидроксиді, калий гидроксиді, кальций гидроксиді формуласын айта кететін болсам, натрий гидроксиді Натрий OH. ал калий гидроксиді калий OH, кальций гидроксиді Кальций OH. жақсы. Оқушылар, тәрбие болмаған жерде білім дұрыс танымайды адамға. Бір-біріңізді тыңдап білейік, иә? Тыныш. Қайтайық.
қышқылмен сізді ажыратып қана қоймай отаға қышқыл сізді аш деп оқылады. Жақсы. Сен неше оқушы топта? Алты. Алты оқушы. Мына алты оқушыға үштен тарап бер. Айтып алып келе. Жақсы. Сіздің тобы аяқтады. Өз іш құрылысыңызды біліп жүрек не екенін? Келіңдер, рақым жоқ тезетеміз. Латын тіліне аударғанда негіз көрсеткіш деп аталады. Индикаторлардан көмегімен қышқыл мен сілтіні ортаның қышқылдығын pH деп оқылады. Бейтараптылық түсі болады. Жақсы. Болдық па оқушылар? Егер бұтардың бейтарабы үлген түсті болады. Дұрыс айтасыз. Отыра қойыңыз. Әрқайсымыз үш пайда аламыз, иә? Орнымызда отырған оқушыларға үш пайда қарап береміз. Келесі топ шыға береміз. Келесі топты алып береміз. Жақсы. Келесі топты тыңдаймыз. Қышқылдар тобы. Мына алмалылар қолдарында. Мынау сіздерге өте жақсы плюс болады. Ішін ашып қараймыз. Түгел оқушылар. Бізде мынау қайын асқазан, иә? Асқазан деген ағза, иә? Енді осы ішінде не жасырылған деп ойлайсыңдар? Асқазан қышқылы дұрыс. Ашып көрейік қане. Қандай қышқыл бар екен асқазанда? Көрсет оқушыларға. Қандай қышқыл екен? Ашқымен. Қандай қышқыл екен? Қандай қышқыл? Тоз қышқыл екен адамның асқазандағы, иә? Айта беріңдер. Тоз қышқылының бас салып үлесі 0,5%. Олар сутек медицинада асқазан қышқылдылығының төмендеген науқастарға береді. Асқазандағы тұз қышқылы астың тез тартылуына, аспен бірге түскен зиянды бактерияларды жоюға көмектеседі. Антоциттік препараттарға магний оксиді, магний гидроксиді, магний карбонаты және тағы басқалары жатады. Қышқыл және сүтті ертістері сегментінің түсін өзгертетін заттар индикаторлар деп аталады. Дұрыс айтасыз. Бүгінгі соңғы тапсырмадағы қойсаңдарыңыз топқа да дәл солай үшуден таратып берген қойды. Орындарыңызға отырамыз. Жақсы оқушылар. Бүгінгі сабақ бойынша қандай нәтижеге жеттік деп ойлайсыңдар? Келіп алған шығар. Сіздерге адасқан сұрақтар қоямын, яғни кез келген бір сұрақ қоямын, жауап береміз. Кім бірінші жауап береді екен? Түсіндік қой, иә? Адам жеуге болатын қандай қышқыл бар? Лимон. Дұрыс айтасыздар. Келесі қышқылдың минералды түрі бар. Яғни күйдіретін адамның ағзасы қандай қышқыл? Адам ағзасында қандай қышқыл болады екен? Неше процент деді? Осы қышқыл көбейіп кеткен жағдайда оны азайту үшін, бейтараптандыру үшін қандай зат қосады? Қышқыл. Қандай заттар? Тұз қышқыл.
қатын металдар. Бүгінгі сабақ ұнады ма оқушылар? Бүгінгі сабақ бойынша сіздерге бағалауды қоямыз. Қазір маған қолдарыңыздағы бағалау шкалаларын тапсыра қойыңыздар. Байсаңдар. Еңсегенова Арайлымда 6 ұпай. Елнұртаста 5 ұпай. Назеркеде 6 ұпай. 5 ұпай. Айдарбекте 4. Неге қосу 5 ұпай алу керексіңдер ғой кемінде? Жарқынбекте 5 ұпай. Аялым 8. Келесі жесетем 8. Тыныш. Айланада 5. Келесі. Сұлтанда 5. 5 ұпай. Жанболат. Қарлығаш 8 ұпай. Бізде 10 ұпай алған оқушы бар ма? Жоқ. 9 ұпай алған. Неше болды? 8 ұпай. Ең жоғарғы 8 ұпай ма? 9 ұпай. Жақсы, оқушылар түгел алдымызға қараймыз. Ұпай сандарыңызды мектеп етуға қойып берем. Енді мектеп етудағы ұпайдан бөлек мен сендерге кім жоғары ұпай жинаса, соған сыйлық берем деп едім, иә? Қандай сыйлық береді деп ойлайсыздар? Қандай сыйлық? Шоколад. Неше шоколад жейміз? Шоколад адамның миын есте сақтау қабілетін арттырады. Шоколадтың темный түрін алып жейдер кезде, иә? Есте сақтау қабілеттеріңіз артып, білімдеріңіз одан сайын артады. Жарай ма? Қазір оқушыларға таратып береді. Жақсы. Енді үйге тапсырма жазып аламыз. Үйге тапсырма бүгінгі тақырып бойынша, яғни қышқылдар сілтілер туралы эссе жазып келеміз. Үйде қандай зат көріп жүрсіңдер қышқылдардан? Қандай зат көріп жүрсіңдер? Мысалға сілтілерден. Қазір көрсеттім сіздерге бірнешеуін, иә? Сондай тағы қандай нәрселер бар? Одан кейін қышқылдарды жаттаймыз. Өйткені алдағы уақытта біз немен жұмыс жасаймыз?